Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ерекше таңғы астың рецептісін ұсынатын боламын. Израиль халқының ең дәмді таңғы астарының бірі шакшука деп аталады. Ең алдымен бізге бір штук пияз қажет болады. Барлық пиязымызды 4 бұрышты етіп ұсақтап тураймыз. Табамызға сұйық майды құямыз. Үстіне пиязымызды салып, пиязды қуыратын боламыз. Пиязымыз қуырылып жатқан кезде бір штук болгар бұрышын ұсақ етіп турап аламыз. Мен үлкен бір болгар бұрышын қостым. Егер сіздердің болгар бұрыштарыңыз кішкентай болса, ендеше 2 болгар бұрышын қолдансаңыздар болады. Бұл таңғы аста болгар бұрышы және помидорларыңыз көп болса, тағамдарыңыз сулы болып, жақсы, дәмі ерекше болып піседі. Өйткені таңғы астың ең негізгі дәмі осы болгар бұрышы мен помидордың согында жатыр. Пиязымыз қуырылып болды. Енді осы қуырылған пияздың үстіне болгар бұрышын қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Газдың астын орташа отта қойып пісіреміз. Өйткені қатты отқа қоймаңыздар, күйіп кетуі мүмкін. Одан кейін қызанағымызды 4 бұрышты етіп тураймыз. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп қоюыңызды сұраймын. Менің каналымда өте оңай және тез дайындалатын тағамның түрлері өте көп. Сол үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Қызанағымызды саламыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне тұз себеміз. Тағы бір араластырамыз. Егер сіздердің помидорларыңыз аз болса, үстіне бір ас қасық томат пастасын қолдансаңыздар болады. Ас көгімізді турап қойдық. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай, помидордың, болгар бұрыштың суы шықты. Осылай сіздің тағамдарыңыздың согы шығып тұруы керек. Нан батырып жеген кезде бұл тағамның дәмі өте дәмді, сулы болып піседі. Үстіне ас көгімізді себеміз. Және біздің жұмыртқамыз жан-жағына бөлініп кетпес үшін осындай ұяшықтар дайындап аламыз. Сол ұяшықтарға жұмыртқамызды жарамыз. Табаның қақпағын жапқаннан кейін өздеріңіз бақылап қарап отырыңыздар. Егер сіздер қатты жекі болып піскенін қаласаңыздар, аз уақытта ғана ұстасаңыздар болады. 5 минут уақыт қазанның қақпағын жауып ұстауға жеткілікті. Үстіне жұмыртқамыздың тұз себеміз және қақпағын жауып пісіреміз. Неке қақпағын жауып пісірген кезде сіздердің жұмыртқаларыңыз осылай ақ болып тұруы керек. Неке кішкене шала жекі пісірілген жұмыртқа. Сіздер де таңғы асқа жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.